Ассалаумағалейкум баршаңызға. Базалық білім бөлімінің кезекті тақырыбымызға қош келдіңіздер. Бұл тақырыбымыз бізде күнделікті өмірде біздің шәкірттерімізге немесе трейдингке алғаш қызығып жатқан адамдарға кездесіп қалатын кейбір сұрақтардың қайсысы шын, қайсысы өтірік екендігі жайында нақты толық ақпарат беріп кететін боламыз. Солай болса, жалпы біздің көбі адамдарға пайда болатын бірінші сұрағымыз жалпы трейдинг оңай ақша табу жолы ма деген сұрақ. Бұл почти барлық адамда болатын сұрақ. Сразу сұраққа жауап беретін болсақ, жалпы трейдинг ешқандай да оңай ақша табу жолы емес. Ниеттеріңіз солай болатын болса, қазірден ойлансаңыздар болады. Өйткені трейдингта ешқандай оңай ақша, жеңіл ақша, тез байып кету, жаңағы Инстаграмда көрсетіп жатқандай $100 салып $2 миллион жасау деген нәрсе оңай жолмен келмейді ешқашан. Әрине бұл оңай емес деген сөз, мүмкін емес деген сөз емес, просто қиын. Сіз ойлағандай оңай емес, яғни жаңағы ертегідей күтіп келіп қиялдап $100 салып білім оқымай сразу тауып кетем деген нәрсе ертегі деп айтсақ болады. Ал шындығы қалай? Шындығы трейдинг әрине үлкен сума, үлкен ақша табуға болады. Трейдингта жалпы мынандай сөз бар: трейдинг оңай ақша табудың ең қиын жолы. Ең қиын жолы, былайша айтқанда. Трейдингта мақсатымыз сол себепті оңай ақша табу емес, кейін үлкен сумаларды табу деген мақсатпен келсеңіздер, ниеттеріңізді түзу, ары қарай трейдер болуларыңызға өте үлкен көмек көрсететін болады. Ал оңай ақша деп елестетіп келіп, олай болмай қалатын жағдай өте көп болады. Сол кезде ниетіңіз оңай деп келгендіктен, жаңа көбінде трейдингті тастап кетуге, ары қарай бұл алаяқтық деген көзқарас қалыптастыруға көмегін тигізетін болады. Трейдингта оңай ақша табу деген сұрақтың шындығы осы, өтірігі осы. Ал келесі тақырып бізде осы тоже оңай ақша табуға байланысты. Бізде оңай жолын іздейді көбі келген новичок трейдерлар. Бір-екі стратегияны үйретеді, сосын қиналып бастаса оңай жолдарын іздейді. Ол оңай жолын іздеген кезде бізде нарықта бірінші кездесетін нәрсе сигнал каналдар. Сигнал каналдар, телеграм каналдар бар, әртүрлі тегін сигнал беретін. Көбілеріңіз уже естіп көрген боларсыздар, даже көбілеріңіз кіріп те көрген боларсыздар. Бұл менің жеке ойым емес, менің бұған жауап беремін тәжірибемнен. Өзімнің осы күнге дейін осы Ризық академиясында 300-ден астам, 400-ге жақын шәкірт оқытқам. Сол шәкірттерімнің мен почти 70%-ына қойған сұрағым: сигнал каналда болдыңыздар ма? И олардың 70%-ның почти 100% адамдары не істейді? Я болдым деп жауап береді. Өйткені барлық адам кіріп көрген осы күнге дейін. Әрине бұл негізі нормальный нәрсе емес, жаңа бар болып көрсе, мен де болып көруім керек деген нәрсе емес. Бұл просто бізде Қазақстанда дұрыс оған жол көрсететін, бұның дұрыс теріс екендігін айтатын адам болмағандықтан, адамдар өзі біліп осы сигнал каналға адасып кіріп жатады. Ал ол адамдардан екінші сұрайтын сұрағым: пайда таптыңыз ба? 100% жоқ. Ешқашан мен трейдингтан өз шәкірттерім арасынан сигнал каналға кіріп пайда таптым деген шәкірт естімедім. Керісінше үлкен минусқа кеттім и ақшамды жоғалттым деген адамдар. Бұл тек қана ақша жоғалтуға ғана кері әсерін тигізбейді. Сигнал каналда отырған адам өзінің ойлау қабілетін, өзінің стратегиясында қосып жоғалтады, ақшаны ғана емес. И өзінің ең маңызды нәрсе осы: сигнал каналға біреудің несіне үйреніп қалған адам өзі шешім шығару, өзі анализ жасау деген нәрсені ұмытқаннан кейін болды, ол адам ең басты нәрсені жоғалтады. Яғни сигнал канал деген нәрсе ешқашан жұмыс жасамайды деп айтсақ болады. Сол себепті де біздің академияда да, менің өзімнің жеке ұстанымымда да ешқашан сигнал канал деген нәрсемен жұмыс жасамау және соған қарсы өте қатаң ұстанамыз жалпы. Сигнал канал осы. Енді бұның шындығы дейтіндей ештеңе, өтірігі дейтіндей, пайдасы дейтіндей ештеңе жоқ. Сол себепті тек минусы сигнал каналдың осы болады. Одан кейін тоже жаңағы трейдингта оңай жол іздеу барысында кейбір адамдар трейдингтағы теориялық сабақтар әрине оңай емес. Сол себепті трейдингті басында бір-екі жаңағы оңай ақша деп ниетпен келген адамдар сол теорияны үйренуге қиналып бастаған кезде не істейміз? Оның да оңай жолын қарастырып бастаймыз. Ол кезде бізге кездесетін нәрсене нарықта роботтар және индикаторлар. Сіз теорияны түсінбесеңіз де индикатор сізге жұмыс жасап береді, робот сіз үшін жұмыс жасап береді деген әңгіме таныс болар барлықтарыңызға болады. Осы жайында нақты шындығы не, өтірігі не, минусы не, пайдасы не, осы нәрселерді айтып кететін боламыз. Енді бұған бірінші сразу пайдасына тоқтала кетейін. Ешқандай да пайдасы жоқ. Өзімнің жеке басымнан қазірге 2 жылдан астам, 2 жыл жарым трейдингта тәжірибем бар. Сол кезде бұл нәрсені де мен көріп, зерттеп, оқып, негізгі фундаментін түсінген адам ретінде өз практикамнан алып айтып кететін болам. Ешқандай да пайдасы жоқ. Яғни ешқандай робот, ешқандай индикатор сізге көмектеспейді. Сіз қашанғы жаңағы өзіңіз миыңызбен трейдингтің, стратегиялардың негізгі логикасын түсінесіз. Сол кезде ғана көмектеседі. Ал қалған бұл негізгі логикасын түсінбейінше индикаторда, роботта ешқандай көмектеспейді. Бұған бір мысал алып айтатын болсақ, әлемдегі білесіздер, үлкен фондтар, үлкен банктар,
жаңағы немесе Уолл-стрит білесіздер, иә, өзінің ақшасымен сауда жасау үшін олар роботты таңдамайды, немесе робот дамытып робот жасағысы келмейді, керісінше мықты трейдерлар іздейді адам оқытуға. Өйткені робот деген нәрсе егер де қаншалықты дамыған жұмыс жасайтын болса, сол адамдар уже біздің Қазақстанда жасап жатқан роботтардың 1000 есе дамыған түрін, прям еш қателік жасамайтын түрін оларда қолданатын еді мысал ретінде. Бірақ олар қолданбайды, біздің Қазақстан қолданамыз. Енді ойланып көретін ситуация, робот қаншалықты жұмыс жасайды дегенді. Шәкірттерімізден де алып қарайтын болсақ, роботты да сатып алып көрген адамдар бар, индикаторлардың да әр түрін сатып алып көрген адамдар бар, тоже сигнал канал сияқты. Ешқайсысынан пайда таптым деп келген шәкіртімді осы күнге дейін кездестірмедім, естімедім. Роботтар жайында қысқаша осы. Одан кейін келесі бізде енді ең маңызды көбі шәкірттеріміздің адастыратын, жалпы қазіргі енді әртүрлі жарнамалармен адамдардың миларын шатастырып жатқан проблема, өте маңызды проблема. Әрине, айтып өткеніміздей, трейдинг саласы, трейдингтің теориясын үйрену деген нәрсе оңай емес. Жалпы кез келген мамандықты үйренсеңіздер де 3-4 жыл жүріп үйренесіздер. Бұл да тура сол сияқты бір мамандық, стратегия үйрену деген бір маманды үйреніп жатырмын дегенмен тең нәрсе. Сол себепті өзінің жаңағы белгілі бір қиындықтары болады. Вот осы кезде не істейміз? Сол қиындығына төзбей, жаңағы жеңіл жолды іздеу. Тоже мақсат барлығы оңай жолды іздеу дегеннен басталып жатыр, иә. Сол жеңіл жолды іздеу арқылы бір стратегияны үйреніп, оны түсінбей минус кетіп жатса, келесі стратегияларға ауысып кету деген. Келесі стратегия үйрену, яғни қателікті өзінен емес, қателікті менің осы үйренген стратегия мүмкін жұмыс жасамай жатыр деген оймен басқа да стратегияларды оқып көргісі келетін адамдар өте көп. И бұның минусы, жалпы плюсы жайында қазір қысқаша айтып кетейік. Біріншіден, именно бұл біздің негізі Қазақстанда ғана өте көп деген стратегиялардың түрлері бар. Мысалы айтатын болсақ, SNR дейді, үндістандық SNR дейді, өзбекстандық разгон дейді, сосын не дейді, тағы хеджирование дейді, жаңағы енді айта берсек өте көп. Бұған байланысты қысқаша айта кетейік, әлемде ондай көп стратегия жоқ. Стратегияның шыққан негізгі түрі бір ғана. Ал біздің Қазақстанда неге көбейіп жатыр? Біздің Қазақстанда турасын айтатын болсақ, жаңа қосымша шығып жатқан стратегиялар типа бір жаңалық ойлап тапқан сияқылды, бір жерден бір стратегияның бір бөлігін ғана үйреніп келіп, соны сату үшін әртүрлі ат қойып осылай жасап жатқан заттар. Бұның барлығын оқи беру сізге пайда алып келеді дегенге мүлде әсер етпейді. Яғни керісінше трейдингта бір нақты сенімді стратегияны соңына дейін үйренген адам ғана пайда таба алады. Көп білген адам емес, бір нәрсені толық білген адам пайда таба алады, қысқаша айтатын болсақ. Осы себепті де біздің көбі шәкірттеріміз бір стратегияны оқыдым, Smart Money'ден кейін, сіздерден кейін келесінені оқыдым деп қайтадан айналып бізге келетін шәкірттеріміз өте көп болды. Сол себепті стратегия деген нәрсені қазір Қазақстандағы айтылып жатқан рекламалар, жарнамалар, әрине бұл біреуге кінә артқан нәрсе емес, может жасайтын нелері де бар ішінде. Оны біз нақты мынау деп кеңес бермейміз, бірақ біздің өзіміздің үйретіп жатқан Smart Money стратегиясы бұл біздің әлемде как мойындалған, әлемде осылай ресми түрде жұмыс жасайды деп бекітілген стратегия. Ал енді үндістандық SNR дегенді мен мысалға американдықтардан ешқашан естімегем. Өзім енді Түркияда да біраз болғам, ол жерден де естімегем. Мысалы өзімнің жақын білетін мемлекеттерінен мысал алатын болсақ, біздің Қазақстанда анау Smart Money барлық елде айтылады, Америкада айтылады, Түркияда айтылады, Монғолияда, барлық жерде айтылады. Қазақстанда да ресми ретінде де YouTube-тан қарасаңыздар да өте көп жүреді Smart Money, иә. Вот осылай негізі ең соңғы адасатын, ең соңғы маңызды тақырыбымыз осы стратегия. Тағы да қорытындылап айтатын болсақ, трейдинг ешқандай оңай ақша табу жолы емес, бірақ трейдингтің мүмкіндігі кейін сізге жаңағы өзіңіз қалаған үлкен суммаларды еркіндікке жете алатын ақшаны табуға мүмкіндік беретін осындай сала. Ниетіңізді дұрыс қою ең маңыздысы. Ал ниетіңіз жаңағындай оңай сала деп келетін болсаңыз, сіз трейдер емес, кейін трейдингті казино, бұл өтірік, бұл алаяқтық деп айтатын адамдардың қатарына қосылуға жол ашатын болады. Сол себепті ниетімізді дұрыстап бастап, көп нәрсеге анамнаның барлығын оқи бермей, бір нәрсені соңына дейін, бір стратегияны соңына дейін оқуға тырыссақ, жаңағы айтқан алаяқ, анау деп айтатын адамдарға емес, мына жағындағы табыс тауып жатқан трейдерлардың қатарына қосылуға сізге өте үлкен көмегін тигізетін болады. Сабаққа көңіл бөліп тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Келесі тақырыпта кездескенше.